Ассаляму алейкум достар, бүгін сіздермен қарапайым үй жағдайында батон нанын дайындайық. Ол үшін ең алдымен ыдысқа тұз, одан кейін шекер және де оның үстіне жылы суды құямыз. Одан кейін құрғақ ашытқыны қосамыз. Осы қоспаларымыздың барлығын бір араластырып аламыз да, одан кейін үстіне керегінше ұн қосамыз. Және де қолымызбен қамыр илейміз. Соңғы жағына қарай үстіне сұйық майды қосып, қайтадан қатты жабыспайтындай жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Осы нанға қажетті барлық ингредиенттерді видеоның астына және де видеода міндетті түрде жазып кететін боламын. Қамырды илеп болғаннан кейін бетін жауып, жылы жерге биік болып көтерілгенге дейін бетін жауып қоямыз. Нанымыз өте жақсы болып көтеріліп шығады. Одан кейін видеода көрсетілгендей етіп сыртынан ішіне қарай басамыз. Одан соң оқтаудың көмегімен видеода көрсетілгендей етіп жаямыз. Және де ең маңызды жері видеода көрсетілгендей етіп міндетті түрде осылай сыртынан ішіне қарай ораймыз. Орап болғаннан кейін қайтадан жаңағы әрекеттерді қайталаймыз. Яғни оқтаудың көмегімен қайтадан жайып, қайтадан ішіне қарай ораймыз. Достар, және де міндетті түрде менің каналыма тіркелуге ұмытпаңыздар. Менің каналымда бұдан басқа да әртүрлі тәттілердің, ыстық тағамдардың жасалу жолын көре аласыздар. Нанымызды формасына келтіргеннен кейін табаға қойып, қайтадан бетін жауып, жылы жерге орналастырамыз. Нанымыз биік болып көтеріледі. Одан кейін бетіне сүт не болмаса суды жағып, одан кейін үстінен пышақтың көмегімен 2-3 жерінен кесеміз. Және де аздап ұн себуге болады. Одан кейін 180-200 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минут көлемінде беті қызарғанша пісіріп аламыз. Нанымыз өте биік, әдемі болып пісіп шығады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видео ұнаған болса лайк басып, пікір жазып, міндетті түрде менің каналыма тіркелуге ұмытпаңыздар. Сол кезде мен салған видеоларым ең алғашқы болып сіздерге көрінетін болады.